Құрметті ұстаздар, кешегі видеомда мен Мобыдаға тіркелуді көрсеткен болатынмын. Енді бүгін сіздерге осы Мобыдада қалай марапаттарымызды енгіземіз сол туралы айтқым келіп тұр. Ең бірінші, мына жерде кешегі тіркелген үй нөмірімен және РСН нөмірімен және өзіміздің кешегі қалған паролімізбен кірдік. Осы жерде өзіміздің аты жөніміз жоғарыда шығып тұрады және мынау біздің яғни удостоверение түскен жеке құжаттағы фотомыз шығып тұрады, осылай. Және мына жерге қарасаңыздар данныйымыз бәрі шығып тұр, қайда жұмыс айтымыз шығып тұр және туған ЖСН, мына жерде туған күніміз барлығы шығып тұр. Электронды почтамыз, телефон номеріміз осы жерде асықпай тексеріп алыңыздар мәліметтеріңізді. Және де біз жұмыс жасайтын ұйымның аты шығып тұр. Және қай жұмыста кім болып жұмыс істейміз барлығы осы жерде осыны асықпай қарап, өзіміздің данныйымыз, яғни мәліметтеріміз дұрыс па екенін қарап алыңыздар. Енді мына жерде мен туралы дегенде басып асықпай қарауыңызға болады. Білім дегенде біздің қайда оқығанымыз барлығы көрсетіп тұр. Мына жерде қараңыздар болады, дипломды қашан алғанымыз барлығы тұр. Денсаулық сақтау жүйесінде бізде осындай мәліметтер бар. Және жұмыс тәжірибесінде тестілеу өткен санаттым, аттестацияның барлығы осы жерде тұр. Қараңыздар, қанша балл жинағанымыз туралы барлығы тұр екен. Мына жерде қарасақ, қашан тапсырғанымыз, қашан жаңарту керек, номер сертификат нөмірі барлығы осы жерде тұр. Енді мына жерге бүгінгі видео бойынша марапаттау деп тұр. Енді мына жерге біз өзіміздің марапаттарымызды енгізетін боламыз. Сол кезде шығып тұратын болады бізге. Енді мына жерде сертификаттарын өту, егер курстарың жоқ болса, мына жерге тіркеу болады. Шығып тұрса, ол қажет емес. Ғылыми академия дәрежесі болса, докторский болса, осы жерге тіркей бересіздер. Енді мына жерге кәсіби жетістік көрсеткішіне мен тіркейтін боламын. Асықпай қарап шығыңыздар. Мына жерде бұл жерге біз PDF форматта тіркеуіміз керек болады. Сондықтан мына жерге тіркейміз, кәсіби жетістік көрсеткіште екен, мына жерге файлды таңдап тіркеуіміз қажет. Енді ең бірінші біздер бұл жерге PDF форматта қойғандықта ең бірінші мен өзім ыңғайлы етіп осындай Word ашып, осының ішіне өзім жетістіктерімді біріктіріп салып қойдым. Және бұны өзіме де сақтап тұрады. Енді осы ноғыдағы саламын. Осы фотоларды қолыңызда болса, сертификаттар WhatsApp-ға түсіріп, WhatsApp-ға жіберіп, соны жүктеп алып, айналасын керемешелерін осы аппарат күні басып, былай керемешеден бет қысқартып алуға болады. Жөндеп аласыздар. Керемешелерін қойып осылай, және осы сақтап аламыз. Саған етіп аламыз. Және осыны біз енді PDF-ға айналдыруымыз керек. Ол үшін кез келген браузерге кіреміз де, Google болсын, Яндекс болсын кіреміз де. Переобразить. Мына жерде жазып тұр, Word, Excel-ді табамыз. Word, PDF-ді жазамыз. Сол кезде бізге бірінші сайтта шығарып береді. Біз кез келгенін алуымызға болады. Бірінші шығып тұрғанда басайық. Осы жерге Word файлды қызылды басамыз. Одан кейін бізді рабочий столда тұр. Жаңа жасағанымыз жетістік деген соны басып открыть дейміз. Күтетін боламыз. Осы жерде бізге PDF-ға айналдырып беретін болады. Біз жүктелді. Енді мынаны басатын боламыз. Конвертация жасап жатыр. Жаңа жетістік Word-та Excel-де шығарып жатыр. Жасап болды. Енді мына жерде скачать PDF деп саған етіп алатын боламыз. Показать папка маша. Енді біздің үйіміз түсті. Енді мен жетістіктерді рабочий столға шығарып алайын. Одан кейін мына сайтымызға қайтып баратын боламыз. Мына жерге сайтқа кірді. Жаңағы егер сіздерді PDF-пен жеке фотоңызды жасай аласыздар. Және мына жерде объединить дегенді басып, объединить файлды бассаңыздар. Егер сіздерге тек қана фото болатын болса, мысалы бір фотоны таңдап, объединить деп барлығын бүйтіп бір-біріне қосуға болады. Осымен объединить жасауға болады. Мен дайын тұрған Word-ты салдым. Енді біз сайтымызға барайық та, жаңағы кәсіби жетістік көрсеткішін файлды таңдаңыз деп тұр. Енді осыны шолу деп басайық. Жаңағы менің рабочий стол отыр. PDF-ім. PDF жетістік деген, міне, жетістік деген PDF болып шықты. Енді осыны таңдап, открыть деп басамын. Сайтқа жүктелген, қарауда басып көрейік. Міне, жаңа жасаған жетістіктеріміз. Осылай айналасын кесіп, әдемі жасап алып, осылай тіркеп қойдық. Енді
Және де жерде көмір орталығы бар. Егер сіздерге көмек керек болатын болса, осы жерге жазып, жатаңызды жасай аласыздар. Бірақ бұл сайт жаңа ашып жатқандықтан көп нәрсе әлі жүктелмеген болу керек. Және де енді ашып жатқандықтан көп нәрсе жоқ болуы да мүмкін. Сондықтан енді толықтырады деген ойдамыз. Осылай өзімізді марапаттарыңызды енгізіп қойыңыздар. Әріптестер, егер осы видео сіздерге пайдалы болса, менің видеомды басқа әріптестер таратып, осы энергияны жасап қойыңыздар. Баршаңызға рахмет.